Жаңа ғана құрған іші бұп-бос индекс HTML файлымызбен жұмысымызды жалғастырайық. Жалпы HTML-ді кез келген блокнотпен аша беруге болады. Windows-тың өзінің стандартный блокноты да жарай береді жұмыс жасауға. Бірақ енді сіздер разработчик болам, HTML-мен көп уақыт өткіземін десеңіздер, сіздердің ыңғайлылықтарыңыз үшін арнайы сондай бір разработчиктардың блокнотының средасын, идея орнатып алғандарыңыз дұрыс болады. Мысалға, менде осы қазір Visual Studio Code орнатылып тұр. Оның бұл жерде бір жақсы жері, бұл блокнотта сіз әртүрлі плагиндармен, сниппеттермен толықтырсаңыз болады. Мынау тұрған нәрселер, олар сіздерге разработка кезінде көп көмегін тигізеді. Мысалға, мен HTML деп теріп бастасам, міне HTML 5 шаблоны подсказка ретінде келіп тұр. Енді мен тек қана Enter'ді басам, болды. Менің стартовый негізгі шаблоным уже дайын. Осыдан ары қарай өзім қалағанша жұмыс жасай берсем болады. Енді Visual Studio Code'пен қатар мұнда онлайн сайттар бар екен айтып өткім келеді. Мысалға, JS Fiddle бар, JS Beam бар. Осы жерде сіз бірдеңе жасап жатсаңыз, оны мына жақта аутпутты real time уақытты көріп отырасыздар нәтижесін. Мысалға, ISD дедім. Сыртын бұмен қоршасам, жер не болады екен дегендей, оның сыртын H1-мен қоршасам, размері үлкейеді дегендей. Енді мына жақта жұмыс жасап жатасыз, мына жақта соның нәтижесін көріп отырасыз. Бұл да жақсы инструмент, бірақ мен бұл инструментпен ары қарай жұмысым жалғастырмай кейін оралармыз. Пока что біз Visual Studio Code'пен кете береміз. Жақсы, келесі сабақта кездескенше.